Әке-шеше апатамыздың аяғы мен саусағым қақсап бастады. Бүгін күн бұзылатын сияқты дегенін жиі естідік. Болжамы айдай келіп жатыр, не жаңбыр жауады, не күн суытады. Кейде жастардың өзі де жарақат алған жері күн суытқанда сыздап шыға келетіні бар. Мұның сыры неде екен? Бұл не қылған құдірет? Күн бұзылса, қол-аяқ қақсап, сыздап қоя беретін ежелгі дәрігерлер де байқаған. Мәселен, көне грек дәрігері, медицинаның атасы Гиппократ біздің дәуірімізге дейінгі 400 жыл бұрын ақ осы құбылысты сипаттап еңбек жазып кеткен екен. Бірақ ғылымда бұл құдіреттің сыры әлі жұмбақ, тек гипотеза мен болжам ғана бар. Зерттеушілердің бір тобы күн суытқанда атмосфералық қысым төмендейтінін, ал қысым төмендеген кезде буынды қоршап жатқан сары судың сығылатынын айтады. Сол сәтте жүйке жүйесі тітіркендіріп, ауру мен сыздау пайда болады екен. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 100 мың оқырманға жетуге ат салушыларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Ал зерттеушілердің тағы бір тобы ауа температурасы түскен кезде бұлшығы ширайды, сол ширау сүйекті қысып, жарақат алған тұсы қатты ауырсынуы мүмкін деген ой айтады. Қалай десек те, бұл екі тұжырымда тек гипотеза, ал зерттеу мен тәжірибе жүзінде дәлелденбеді. Бірақ күн суытып, аяқ-қол қақсағанда ауру басушы дәрінің көмектеспейтіні дәлелденген. Тағы бір айта кетерлігі, адам қанша күн суытпайтын ыстық жерге қоныс аударды дегеннің өзінде бұл дерт қайтпайды. Өйткені адам ағзасы жаңа мекенге үйренісіп алады да сигнал берудің тағы бір жолын тауып алады. Білектің, табанның және жіліншіктің шаншып ауырып жансыздануы сізде де кездесетін болар. Әсіресе қолыңызға басыңызды қойып ұйықтағанда, компьютерде ұзақ уақыт отырып, тышқанмен жұмыс істегенде, немесе аяқты айқастырып отырғанда, аяқ-қолыңыз ұйып, біраз уақытқа дейін әрекетке бара алмай қаласыз. Бұл жайсыздық 1-2 минутқа созылса, алаңдаудың қажеті жоқ. Ал егер ұзаққа созылатын болса, айтарлықтай қауіптің төнгенін білдіреді. Аяқ-қолдың ұюына не себеп болады? Қолдың буыны мен табан маңызды екі жүйенің, яғни қан айналымы мен жүйкенің тоғысқан жері. Демек, қан айналым дұрыс жүрмесе, қажет жерге келмесе, онда ол жансызданып ұйып бастайды. Сондықтан да аяқ-қолы ұйып қалатындарға ең алдымен қан айналымын тексертіп алу керек. Ал екінші жүйе, яғни жүйкенің әсерінен ұйып қалса, онда оның шешімі жеңіл. Көбінесе тышқанмен жұмыс істегенде, ұзақ уақыт қаламмен жазу жазғанда қол, білек ұйып қалады. Бұл кезде аяқ-қолыңызға жаттығу жасап, ары-бері қозғалту керек. Сонда қан айналым дұрысталып, жүйке іске кіріседі. Нәтижесінде ұюдың алдын аласыз. Бұдан бөлек аяқ-қолдың ұюына мыналар себеп болуы мүмкін. Бірінші, жүйке тамырлары қол мен аяқтарда орналасқан. Жұлын мен ми тамырларының жүйкесі ауырғанда аяқ-қол ұйып белгі береді. Бұл көбінесе егде жастағыларда көбірек кездесетін сырқат. Демек, аяқ-қол ұйыған кезде жедел түрде жүйке тамырларының жұмысын тексерту керек. Екінші топтағы диабет ауруы. Аяқ-қолдың жиі ұюы қант диабетінің екінші түрінен белгі береді. Бұл кезде қолдың буынына қарағанда аяқ көбірек ұйып мазаңызды алады. Үшінші, дәрумен жеткіліксіздігі. В1, В6, В12 және ер дәрумендері жүйке салуына жауап береді. Демек, аталған дәруменнің тапшылығы да аяқ-қолдың ұюына себеп болады. Төртінші, спиртті ішімдік. Алкогольді қабылдау кезінде ағза дәрумен тапшылығына ұшырайды. Тамақ режимі бұзылады, салдарынан жүйке жұмысын баяулатып, қан айналымы нашарлайды. Соңынан аяқ-қол жансызданып ұйып қалады. Бесінші, инфекция жұқтырғанда. Қауіпті инфекция жұқтырғанда аяқ-қол жансызданып ұйып қалады. Нақтырақ айтқанда, лайм, спид, итев, иммун тапшылығы вирусы, желшішік, шоқ дертіне шалдыққандарда жиі кездеседі. Алтыншы, уланған жағдайда. Тамақтан емес, химиялық заттарда немесе ауыр металдың әсерінен уланған жағдайда аяқ-қол өз жұмысын дұрыс атқара алмай жансыздануға келеді. Жетінші, дәрі қабылдау. Дәрінді шамадан артық қабылдау аяқ-қолдың ұюына әкеліп соғады. Ешқашан өз бетіңізше дәрі ішуші болмаңыз. Өйткені басыңыз ауыра қалса, үйдегі кез келген дәрі көмектеспейді. Міндетті түрде дәрігерге барып, бас ауруын анықтаған абзал. Сегізінші, тұқым қуалайды.
аяқ-қолдың ұюы кейбір адамдардың қанында болады. Ол қан арқылы ұрпағына тарайды. Бұл кезде буын, табан, жіліншік жиі жансызданып тұрады. 9. Жарақат алғанда немесе ауыр зат көтергенде. Абайсызда жарақат алсаң сол тұстың жүйкесі сыр береді де қан айналым бұзылады. Нәтижесінде жарақат алған мүшесі ұйып бастайды. 10. Шылым шегу. Никотин буынды қанмен қамтамасыз етуге кедергі келтіретін бірден-бір улы зат. Сонымен қатар жүйке жүйесінде бұзуға қабілетті. Қан мен жүйкенің жұмысы әсіресе аяқ-қолдың ұйуы сөзсіз. Не істеу керек? Міне, қандай жағдайда аяқ-қолдың ұйып қалатынын білдірдіңіз. Ендеше бұл дәрігерлер терапевт дәрігердің қабылдауында жазылуға жетектейді. Дәрігер арнайы тексеруден өткізіп, аурудың алдын алуға ықпал етеді. Жалпы қанды сараптамада өткізіп, диабет, бауыр бүйрек ауруларының бар жоғын анықтайды, дәруменнің деңгейін біледі де әр зат алмасудың жағдайын бақылайды. Қалай емделеміз? Дәрігер қажетті сараптамадан өткізген соң арнайы ем жүргізеді. Көп жағдайда дәрінің көмегіне жүгінбейді. Аяқ-қолдың ұюы салауатты өмір салтын ұстансаңыз, жазылатын ауру екенін ұмытпаңыз. Бастысы, қимыл қозғалысты реттеңіз, дұрыс тамақтаныңыз, қанттың мөлшерін азайтыңыз, дәрумендер қабылдаңыз, жағымсыз әдеттерге нүкте қойыңыз, артық салмақтан арылыңыз. Ендеше тексеруден өтіп, қажетті ем алудан қашпаңыз, саулығыңызды сақтаңыз, талай сырқатқа тосқауыл болатыныңызды біліңіз. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатты болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы.